Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Видеоларымды жоғалтып алмас үшін каналға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Бүгін біз сіздермен бірге үй жағдайында дәмді пицца дайындайтын боламыз. Ол үшін қамырымызға 3 грамм тұз, 3 грамм қант, 85 грамм жылы су, 20 грамм сүт, 15 грамм өсімдік майы және ашытқы керек. Барлығын бірге араластырып аламыз. Және 190 грамм ұн қажет. Енді барлығын бірге жақсылап илейміз. Міне біздің осымен бір пиццаға арналған қамырымыз дайын. Қамырымызды илеп болғаннан кейін 2 сағат көлемінде демалдырып аламыз. Қамырымыз көтеріп болғаннан кейін енді қамырымызды жаюға кірісеміз. Қамырымызды жайып болдық. Мен оны осындай арнайы листпен пісіремін. Егер сіздерде мұндай лист болмаса, үйлеріңіздегі противен немесе кез келген табаға пісіріп алсаңыздар болады. Дайын қамырымыздың бетіне кетчуп пен майонезді араластырып, соус ретінде жақсаңыз болады. Енді соустың үстіне теркіден өткізілген сырды себеміз. Сырымызды сеуіп болғаннан кейін ет, тауықтың еті, колбаса, помидор, соленый огурцы немесе кез келген көкөністерді қойсаңыздар болады. (250-300 градус) қызып тұрған пеште 4-5 минут көлемінде пісіріп аламыз. Піскен пиццаның шетін майлап, орегано дәмдеу үшін қоссаңыз болады. Дайын пиццамызды 8 бөлікке бөліп, ыстықтай балаларыңызға ұсынсаңыз болады. Дәл осы рецепті менімен бірге дайындасаңыздар, жақындарыңызға ұнайтыны сөзсіз. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып, подписаться етіп кетіңіздер.